Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында өте керемет әдісті бөліспекшімін. Барымыздың үйімізде бар шығар осындай вакалина ыдысы. Енді соның табаны менде қарайып кеткен. Соны қазір оңай жолмен кетіретін боламыз. Бұл вакалина ыдысы оңайлықпен кетпейді екен. Мен оған бір әдіс көріп қалдым. Мен соны сіздерге бөліспекшімін. Кәдімгідей көмегі тиеді. Ол үшін біздерге кір сабын қажет болады. Кір сабынымызды үккіштен өткізіп ыдысымызға салып аламыз. Енді ол үккіштен өткізілген кір сабынымыздың үстіне кола құямыз. Біздерге жарты литр кола қажет болады. Оны құйып болғаннан кейін барып біздер оны қайнатамыз, қою масса болғанша. Енді осы коламыздың үстінен жарты бокал, осы 250 миллиграммдық бокал мендегі су құямыз. Содан соң барып жақсылап бір араластырып аламыз. Енді қайнап жатқан кезінде үстіне біраз қасық тұз бен осы суымызды араластырып үстіне құйып жібереміз. 250 миллиграмм судың үстіне біраз қасық тұз салып, жаңағы массамыздың үстіне құйып, енді қою болғанша осылай айналдырып тұрамыз. Жақсы араластыру керек. Осындай қайнау керек. Қоймалы масса болу керек біздерге. Енді араластырғаннан кейін біздер осындай кеселерімізге құйып аламыз. Ешқандай да пластмасса ыдыстарымызға құймаңыздар. Пластмасса ыдыстарға құйсаңыздар, міндетті түрде ол жылу керек. Содан соң барып құюыңыз керек. Енді мен кеселерге құйып шықтым. Енді толығымен мұны мұздай жерге жібереміз. Біздерге қатуы керек. Менде бір күн тұрды. Енді осы өзі қатқаннан кейін оңай алынады кеседен. Енді ыдыстарымызды осылай жуып шығамыз. Қарап тұрсаңыздар, әп-әдемі болып шыға келеді. Міндетті түрде дәл осы әдісті сіздер де істеп көріңіздер. Осындай қырғыштың көмегімен. Мендегі губка емес, ішінде осындай темір қырғыштары бар. Осылай жақсылап қатты-қатты ысып жіберсеңіздер, астындағы майының бәрін алып шығатын болады. Кез келген темір ыдыстар. Осындай нержавейка ыдыстарды, темір ыдыстарды, алюминий ыдыстарды тез кетіреді екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қарап тұрсаңыздар, міне менің ыдысым әп-әдемі болып шыға келді. Бір жуғаннан кейін сіздердің ыдыстарыңыз бір майлы сияқты болып тұрады. Оны ештеңе етпейді. Міндетті түрде артынан феримен немесе кез келген ыдыс жуатын құрылғымен жуып жіберіңіздер. Сол кезде әп-әдемі болып жалтырап шығады. Енді мен шайнегімді да жуып жатырмын. Қарап тұрсаңыздар, әп-әдемі болып жалтырап шықты. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді мен осы жаңағы құрылғымызбен жуғаннан кейін артынан феримен жуып жібердім. Жалтырап шыға келді. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай ыдыс аяқтарым жалтырап шықты. Көріп тұрсыздар. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет пайдасын тигізеді екен. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.